Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін эскимо тортын жасаймыз. Оны құрамы шоколадный бисквиттен тұрады. Шоколадный бисквиттің рецепті менің YouTube арнамда бар. Мен сіздерге сборкасын қалай жасалу жолын көрсетейін. Ең алдымен осы шоколадный бисквит пісіріп аламыз. Оны салқындатып холодильникке 2 сағатқа қоямыз. Әбден салқын болып суыған бисквитімізді ортасынан кесіп 2-ге немесе 3-ге де бөлуге болады. Бөліп аламыз. Достар, бұл тортқа артық ештеңе қоспайсыздар. Өте бюджетті, үйдегі бар қант, какао, ұн, май деген осындай қарапайым ғана заттардан тұрады. Ал дәмі өте тәтті. Ең бастысы, үйде балдарыңыз болса, балдарға 100% ұнайтынына кепілдік беремін. Достар, міне қараңыздар. Біздің бисквитіміз қандай керемет, ортасы сондай көтеріліп піскені көрініп тұр. Енді осы бисквитімізді кішкене түзетіп жібереміз. Мына бетіндегі кішкене төмпішікті алып тастаймыз. Осылай пышақпен кесіп, бұл бізге қажет болмайды. Достар, егер де тортыңыз жұмсақ, сочный болсын десеңіз, ол бисквитке пропитка жасаған жөн. Менде пропитка 2 қасық сгущенкаға қайнатылған салқын суды араластырып, осындай пропитка жасап алдым. Енді осы 2 бисквиттің қоржығына теңдей қылып, осы пропитканы жағып шығамын. Ал енді осындай цилиндр немесе кольцо болса, осымен тортыңыз тегіс болсын десеңіз, осы кольцоны кигізіп, келесі кезекте кремін жағамыз. Крем, достар, мен YouTube арнамда универсальный крем деген рецепт бар. Сол рецепт бойынша жасадым кремді. Қарасаңыздар болады, егер кремнің рецепті қажет болса. Міне осылай тегістей барлығын жақтым кремнің. Қалған пропитканы екінші қоржыққа тегістей жағып шығамыз. Қоржығымызды кремнің үстіне салып, кішкене бетін басып жіберіңіз. Және де крем қалып жатса, осылай бетіне тегістеп крем жағып шығуға болады. Енді осы тортты 2 сағатқа бетіне осындай целлофан жауып, холодильникке пропиткаға қоямыз. Достар, енді торттың бетіне тегістей жағып шығатын шоколадный ганаш жасайық. Ол үшін 3 ас қасық қаймаққа 3 ас қасық қант қосамыз. Және де 3 ас қасық какао қосамыз. Грамм сары майымызды салып, осы массаны баяу отта қайнатып пісіріп аламыз. Достар, біздің шоколадный ганажымыз осындай қаймақтар іздес консистенциясы. Енді бұл піскен ганажды кішкене салқындатып, әбден салқын болғасын тортымыздың бетіне жағып аламыз. Егер де бұлай қолдан жасағыңыз келмесе, ганажды жай ғана шоколад пен майды ертіп, осы тортымыздың бетіне тегістей жағып шығуға болады. Достар, міне қараңыздар, біздің 2 сағат өткеннен кейінгі пропиткаде тұрған тортымыз осындай теп-тегіс, өте керемет әдемі. Достар, енді шоколадный ганажымызды осылай тегіс қылып, тортымыздың бетіне жағып шығамыз. Енді осы тортымызды әбден жұмсарғанша тағы 2-3 сағатқа холодильникке қойып қойыңыз. Ал енді мен сізге в разрезе көрсетейін қалай болатынын. Өте тәтті, шоколадный, нағыз эскимо, балалардың сүйіп жейтін. Егер де балаларыңыз болса, міндетті түрде осы тортты жасап беріңіз. Балаларыңыздың көңілінен шығатынына сөзсіз. Ал егер рецептім ұнаса, видеом ұнаса, маған лайк басып, мені қолдап, подписаться бөлімінде подписка жасап кетуге ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.